Бүгінгі тақырып мойын бұлшық етінің ортаңғы топ бұлшық еттері. Оны екі топқа бөліп қарастырамыз. Тілясты сүйегінен жоғары орналасқан бұлшық еттері, тілясты сүйегінен төмен орналасқан бұлшық еттері. Тілясты сүйегінен жоғары орналасқан бұлшық еттердің алғашқысы қос қарыншалы бұлшық ет, яғни мускулус дигастрикус деп аталынады. Оның екі қарыншасы болады, яғни видеода көріп тұрғандарыңыздай бірінші вентер posterior musculi digastrici және вентер anterior musculi digastrici. Олар өзара сіңірше арқылы байланысатын болады. Вентер posterior musculi digastrici басталады алдыңғы қарыншаның сіңіршесінен және бекиді самай сүйегінің емізік тәрізді өсіндісіне және емізікті тілігіне. Келесі қарыншасы вентер digastric anterior басталады фосса дигастрикадан бекиді мойынның алдыңғы кеңірдектік шандыры талшықтары арқылы тілясты сүйегінің денесіне. Қызметі жақ сүйекті бекемдеп ұстағанда тілясты сүйегін көтеру, керісінше тілясты сүйегін бекемдеп ұстағанда төменгі жақ сүйегін түсіру.